Қостанай облысы Жангелдин ауданының оқушылары оқу жылын жақсы жаңалықтармен қарсы алады. Облыстан шалғай өңірде заманауи спорттық 3 ойын алаңы пайдалануға берілмек. Бұған қоса Торғай кентіне көп салалы колледж ашылады. 9 сыныпты бітірген оқушыларға кәсіптік білім алуға мүмкіндік туады. Қазір ғимарат құрылысы 90%-ға аяқталған. Аудан орталығындағы 50 орындық интернатта жаңартылып жатыр. Ал Су Жарған ауылының мектебіндегі қалпына келтіру жұмыстары оқу жылы аяқталысымен қолға алынды. Ғимараттың салынғанына 30 жылдан астам уақыт өтсе де, содан бері күрделі жөндеу көрмеген еді. Ауданнан бөлінген 7 миллион теңгеге демеушілер де үлес қосты. Жалпы аумағы 1200 шаршы метр құрылысты 1 қыркүйекке дейін тәмамдау жоспарланған. Төбені ашып жауып жатыр, жаңа ремонт жасап. Одан қалды пластиковый терезе салайын деп отыр. Одан қалды бір шағын орталық жаңағы тобында ішкі ағымдағы жөндеу жұмыстары бар. Қазіргі таңда төбе жұмысы уже аяқталуға жақын. Осы алдағы 7-тен бастап тереземен ішкі есік жұмыстарын бастаймыз.